Наливный полдың көп составын білмей жатады. Қанша қосатын. Андай 7 килограммдық шелек болса, осымен бір шелек су құясын. Сосын андай біздің идеал микстур деген. Осындай мынандай наливный полды алғанбыз. Осы наливный полды мынандайдан бір шелек су, сосын аны жарты қап саласын даған. В общем, бір қапты 2 шелекке бөліп саласын қылдай қып. Сол кезде мощный болады. Именно осы түріне осындай. Көпшілігінде де осындай болады жалпы. Наливный полды көбісі құя алмай жатады. Көбісі су қып, сұйық қояды. Бұл осылай істесеңіздер, соның состав әдемі болады.